Қайырлы күн достар, сіздермен бірге бүгін мен Мақсат Тілеухан. Бүгін Турцияда Сиде қаласындамыз. Ескі бұрынғы заманнан келе жатқан өте кереметтей қалам. Достар, бүгінгі біздің негізгі тақырып сетевой маркетингта адамдар бітіп қалып, немесе менің списигімде таныстарым бітті деген сұрақ. Яғни кімге ұсынам, менің адамдарым жоқ. Егер ойланып қарайтын болсақ, өте қате пікір деп қарастырсақ болады. Неге? Өйткені мысалға кез келген адамның мектепте қанша 20-30-ға жуық, кемінде 20-30 сыныптасы бар. Кемінде жоғарыда бір класс жоғарыда 10-15 адам таниды. Кемінде 10-15 төменгі класстағы оқитын адамдар таниды. Қаншама мұғалімдер таниды мысалы ретінде. Жай ғана университетке барды. Университетте қаншама группаластар болды. Немесе колледжға баратын болсақ қаншама. Одан кейін жұмысында көршілері, туысқандары, таныстары. Енді сетевой маркетингке келген кезде адамдар ойлайды, сол адамдарға ұсыну керек. Жоқ, бұл мақсат емес. Сенің өзіңнің таныстарыңа міндетті түрде ұсыну жоқ. Сетевой маркетинг дегеніміз, яғни адамдарды список жазған кезде біз өзіміздің таныстарымызды жаздық. Сол таныстарымыздың таныстары арқылы бизнесмендерге шықсақ болады. Таныстарымыздың таныстары арқылы табыс тапқысы келетін адамдарды тапсақ болады. Яғни ойланып қарайтын болсақ, сіздің бір досыңыз бар. Ол ешқандай бизнесқа қызықпайды, бірақ оның бір танысы немесе көршісі бизнесқа қызығатын адам шығар. Ақша тапқысы келетін адам шығар. Яғни ойланатын болсақ, дұрыстап біздің окружение, яғни ортамызда табыс тапқысы келетін адамдар көп және список ешқашан бітпейді. Тағы да бір ойланатын болсақ, мысалға әр жыл сайын жаңа 11-ші сынып бітіретін оқушылар бар. Әр жыл сайын университетке 1-ші курсқа келетін студенттер бар. Әр жыл сайын 4-ші курсты бітіріп университетті бітіретін әр жыл сайын жаңа адамдар өмірге келіп жатады. Егер ойланатын болсақ, адамдар шексіз көп. Жай ғана бізге сол адамдардың ішінен біздің бизнесқа қажетті, яғни табыс тапқысы келетін, өмірін жақсы жаққа өзгерткісі келетін адамды таңдау керек. Бізге бәрі керек емес, бәрі миллионер, бәрі бизнесмен болып кетпейді. Бізге сол адамдардың ішінен табыс тапқысы келетін, өмірін жақсы жаққа өзгерткісі келетін адамдар керек. Осы видеоға лайк қойып және өздеріңіздің таныстарыңызға, партнерлеріңізге міндетті түрде жіберіңіз. Өйткені көп адамдар менің таныстарым жоқ, список бітті деп өздерінің бұл бизнестан отылдым, бұл бизнес менікі емес деп жатқан кезде бұл видеоны көріп, мүмкін бір адамға көмегіңізді сіз тигізерсіз. Сіздермен бірге болған бүгін мен Мақсат Тілеухан. Жетістік алаңында кездескенше сау саламатта болыңыздар.